Әкесінің қолынан келмегеннен кейін ол өз қыздарын теннистен чемпион қылып шығарады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге Король Ричард деген фильмді түсіндіріп беретін боламын. Бұл фильмнің ең басты кейіпкері Ричард Уильямс деген қап-қарашқа жігіт. Ол теннис десе жанын бере салатын адам. Бірақ оның балалық шағы бұзақылардың арасында қиындықпен өткеннен кейін ол тенниске қатыса алмаған екен. Сөйтіп енді 5 қыздың әкесі атанып, өзінің көріп өскен қиындықтарын бала-шағасы көрмесін деп қыздарын тенниске үйрете бастайды. Ол үшін Ричард күн сайын таңертең қымбат теннис ойнайтын жерлерге барып, ойыннан кейін қолданылған доптарды теріп жүреді. Өйткені жаңадан алайын десе, олардың жағдайлары тым төмен. Сөйтіп ол әртүрлі жаттығушыларға барып, қыздарымды үйретші деп жалынып жүреді. Бірақ оның қыздарын ешкім тегін үйреткісі келмейді. Оның қыздары шын мәнінде жақсы. Мысалға, бос уақыттарында құр жатпай, қағаз таратып ақша